Құрметті отандастар, сіздерді 9 мамыр ұлы жеңіс күнімен құттықтаймыз. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Мен Аденова Әсел Ержекқызы, қазіргі таңда Тегін Бақтыбаева, Шығыс Қазақстан облысы мемлекеттік архивінің қызметкерімін. Мен батырдың ұрпағымын. Менің тамырымда ұлы отан үшін соғысқан жауынгердің қаны ағады. Менің жүрегімде ерлік пен елдікке деген мақтаныш бар. Бүгінгі бейбіт өмірде ашық аспанда өмір сүріп жатқанымыз ата-бабаларымыздың арқасы деп білемін. Менің атам Аденов Рақымғұл 1909 жылы Күршім ауданы Құйған ауылында дүниеге келген. Әкесінің аты Әді, анасының аты Құпия. 1935 жылы әскерге шақырылып, Забайкальеде әскери борышын өтеген. 1942 жылы Алтай өңірі Барнаулда Қызыл армияның сарбазы 61-ші мотоатқыштар полкінде штраф батальонында санитар болып соғысқа қатысқан. Соғыс жылдары Монғолия арқылы Хинган тауын өтіп, Манчжурия, Порт-Артур бағыттары бойынша шабуыл жасаған. Осы қалалар бойынша шайқаста Кеңес одағының жоғарғы бас қолбасшысы генерал Сталиннің бұйрығымен Манчжурияны азат ету кезінде жапондықтармен шайқастардағы тамаша жауынгерлік әрекеттері үшін алғыс хат жарияланған. Жапон интернационалистермен шайқастарға қатысқан үшін За отвагу медалімен марапатталған. 1945 жылы 12 тамызда Балтайда Станция үшін болған шайқаста Теміржол көпірі ауданында жаумен шайқасып, 3 жапонды өлтіргені туралы, 1945 жылы 13 тамызда күзет қызметінде тұрып, 2 жапонды қарулармен бірге тұтқынға алған. КСРО жоғары кеңес президиумының За победу над Японией медалімен марапатталған. 1946 жылы соғыстан оралды. 1947 жылдары Күршім ауданында Діңгек колхозында төрағаның көмекшісі болып, 1961 жылдары Күршім ауданында Қалғұты совхозында жұмыс істеген. Қазақ СССР ауыл шаруашылығы министрлігінің ауыл шаруашылығы қызметкерлігінің социалистік жарыстағы үздігі значогымен марапатталған. 1984 жылы дүниеден өтті. Апам Аденова Қадиша 1917 жылы дүниеге келген, 1941-45 жылдары Діңгек колхозында тракторшы болып тылда еңбек еткен. КСРО жоғары кеңесі президиумының жарлығымен За доблестный самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны медалімен марапатталған. Қазіргі таңда қызы Аденова Роза Рақымғұл қызы 56 жылы дүниеге келген, Семей қаласында тұрады. Қызы Аденова Риза Рақымғұл қызы 58 жылы дүниеге келген, Өскемен қаласында тұрады. Ұлы Аденов Ержек Рақымғұл 61 жылы дүниеге келген, Өскемен қаласында Аблакет кентінде тұрады. Бұл менің әкем. Артында қалған ұл қызы бәрі үйлі баранды болып, әкелері мен аналарының есімі мен ерлігін ұмытпай еске алып отырады.